Киелі кітапта даналық жайлы әдебиет деп аталатын 3 жазба бар. Нақыл сөздер, даналықты уағыздаушы және Әйүп. Осы 3 жазбаның үшеуі мына сұрақтарға жауап береді. Біз қандай дүниеде өмір сүреміз? Және осы дүниеде игілікті өмір сүру деген не? Демек, қалайша парасатты өмір сүре аламыз? Иә, бұл 3 жазбаның әрқайсысында осы тақырыптар әртүрлі көзқарас тұрғысынан талқыланады. Игілікті өмір жайлы киелі кітапқа негізделген толық ілімді түсіну үшін олардың үшеуінде ұғыну маңызды. Біз жағдайды түсіну үшін осы 3 жазбаның әрқайсысын жеке тұлға ретінде көз алдымызға елестетіп көрейік. Нақыл сөздер жазбасы дана жас ұстаз әйел, даналықты уағыздаушы орта жастағы зерделі сыншы, ал Әйүп өмірінде көпті көрген ақсақал сияқты болар еді. Біз нақыл сөздер жазбасымен, яғни дана жас ұстаз әйелмен танысудан бастаймыз. Ол жай ақылды ғана емес, барлық нәрседе, жұмыста, қарым-қатынаста, жыныстық қатынаста, рухани өмірде де ақылды. Ұстаз өте ерекше түсініктерге ие, оларды өз бетімізбен көре алмаймыз. Иә, сол ұстаз нақты кеңес қажет болғанда қасымыздан табылатын тамаша дос. Сонымен оны соншалықты ақылды ететін не? Нақыл сөздер басқалардың көбі байқамайтын нәрселерді көре алады. Оның пайымдауынша, адамдарға осы дүниеде қалай өмір сүру керектігі жөнінде бағыт-бағдар беретін, көзге көрінбейтін жасампаз күш бар. Біз тартылыс күшін көре алмайтынымыз сияқты, осы жасампаз күшті де көре алмаймыз. Бірақ ол біз істейтін барлық іске әсер етеді. Сонда бұл қандай күш? Ол еврей тілінде хоқма деп аталады, әрі қазақ тіліне даналық деп аударылады. Бұл Құдайдың әлемді жаратқан кезде қолданған бір қасиеті. Хоқма матадағы жіп сияқты жайттардың ішкі құрылысы мен қалай жұмыс істейтініне тоқылған. Адамдар қайда болса да жақсы, әділ және дана шешім қабылдағанда хоқмаға жүгінеді. Ал егер біреу қате шешім қабылдаса, онда хоқмаға қарсы әрекет етеді. Иә, солай. Нақыл сөздер жазбасының бірінші тарауында дәл солай айтылған. Аңғырттың қыңырлығы өзін күйретеді, аңғалдың бейқамдығы түбіне жетеді, ал даналықты тыңдаған қауіпсіз өмір сүреді. Демек, бұл дүниедегі адамгершілік заңы сияқты. Иә, бұл себеп-салдар байланысы. Одан ешкім қашып құтыла алмайды. Нақыл сөздер жазбасында осының бәрі әйел ретінде бейнеленеді. Иә, дана ханым. Солай. Ханым жер бетін аралап, халыққа жар салады және өзінің кеңесін тыңдағысы келетін әркімге парасатты үйретеді. Бұл ой нақыл сөздерде айтылатын екінші нәрсеге әкеледі. Даналықтан ақыл кеңес сұраған әркім соған ие болады. Сөйтіп өзі мен басқаларды бақытты өмірге апаратын жолға сала алады. Даналықтың көмегімен сәулетші сияқты әдемі нәрселерді жасай аласың. Иә, расында еврей тіліндегі хоқма сөзі тек зияткерлік білімді ғана білдірмейді. Бұл сөз ағаш ұстасы не тас қалаушы сияқты озық шеберді сипаттау үшін де қолданылады. Біз хоқманы пайдаланып, игілікті өмір сүру дағдысын дамытсақ, оған ие болғанымыз анық көрінеді. Жарайды, түсінікті. Ендеше мұны іске асырып, біраз даналық тауып көрейік. Бірақ солай істемес бұрын, нақыл сөздердегі тағы бір маңызды нәрсені ескеру қажет. Хоқма қайдағы бір дерексіз күш емес. Ол Құдай иенің қасиеттерінің бірі. Сондықтан израильдіктердің түсінігінше даналыққа апаратын жол нақыл сөздерде жаратқан иені терең қастерлеу деп аталған істен басталуы керек. Ол Құдайдың жақсылық пен жамандық жайлы анықтамасына шын жүректен мойынсынуды білдіреді. Шынайы даналық дегеніміз дұрыс шекаралар туралы біліп, олардан аттап өтпеу. Сен жаңа білдірген ойлардың бәрі нақыл сөздер жазбасының 1-ден 9-ға дейінгі тарауларында берілген. Бірақ мен нақыл сөздер жазбасы жөнінде ойласам, есіме мақал-мәтелдер жинағы, яғни нақыл сөздердің өздері түседі. Енді солар туралы сөйлесейік. Иә, олар жазбаның 10-шы тарауынан бастап, соңына дейінгі аралықта кездеседі. Онда өмірдегі барлық жайттар туралы жүздеген мақал-мәтелдер жинағы берілген. Бұл жайттарда хоқма қолданылады. Соның нәтижесінде осы даналық біз не істесек те табысқа жету жолын табуға көмектесетін нұсқау береді. Егер жүріс-тұрысым осы сөздерге сай болса, онда игілікті өмір сүремін. Иә, нақыл сөздерде осы туралы мынадай ой бар. Даналық деніңе саулық, береке және ұзақта мағыналы өмір сыйлайды. Бұл шынымен батыл пайымдау. Әйтсе де, сол жайттың жиі орын алатынын байқауға болады. Даналардың өмірі басқаларға қарағанда жалпы жақсырақ болып келеді. Олардың өмірі әдетте игілікке толы болады. Сонымен, бұл нақыл сөздер жазбасына берілген уәде әрі даналық. Нақыл сөздер жазбасы шынымен әдемі. Бірақ нақты өмірдегі жағдайлар туралы ойланған кейбіреулер жазбаны бір жақты деп сынаған. Себебі кейде нағыз дана адамдардың басынан қорқыныш жайттар да өтеді. Ал кей кездері ақымақ адамдар пайдаға қол жеткізеді.
өмірдегі жағдайлар әрқашан біз ойлағандай бола бермейді. Иә, солай. Сондықтан біз келесі дана досымыз сыншыл уағыздаушыны тыңдауымыз керек. Өйткені дәл осы мәселемен күресіп көрген ол бізді игілікті өмірге апаратын жолда одан әрі қарай жетелейді.